Сәлем достар. Бүгін біз круг бомбоньерки жасаудың жолын үйренеміз. Ең алдымен бізге Pinterest приложениесін скачать етіп алу керек. Осы Pinterest приложениесінде көптеген шаблондарды, керекті мағлұматтар, мәліметтер алуға болады. Іздеген заттарыңызды табуға болады. Осы шаблондардың арасынан қыздарға арналған шаблонды тауып, қазір жасаймыз. Міне осы скачать етіп аламыз осы шаблонды. Енді InShot программасына барып, тартып, жаңағы шаблонды тартып, текст деген жерге Аяна 1 жас деп қыздың аты жөнін жазамыз. Осы жерден шрифттарды таңдауға болады, өзіңізге ұнаған. Жирный, әртүрлі шрифттар бар, түстерін де қоюға болады. Бұл приложениеден көптеген нәрселер өзгертуге болады. Енді осыны сохранить етіп аламыз. Одан кейін WhatsApp приложениесі арқылы өзіме ыңғайлы осында чат ашып алғанмын. Осыған жіберіп отырам. Сонымен мен WhatsApp веб ноутбук арқылы шығарып аламын. Менің принтерімде Wi-Fi қосылмаған. Сол себепті ноутбукты қолдануға тура келеді. Міне тартып алдық. Тартылып жатыр. Қазір осы шаблон тартылып болған соң печатать етіп шығарамыз. Цветной принтерге. Менің цветной принтерім Epson Steel Photo 50. Шығаруға жіберілді. Енді шығарылғаны күтеміз. Бұл принтер өзі жай шығарады. Цветной принтер болғандықтан осылай жаймен шығарып отырады. Міне біздің қағазымыз дайын болды. Дәл фотодағындай бірдей. Енді осыны қиып дайындаймыз. Қағазын жан-жағын әдемілеп қиюымыз керек, себебі біздің бомбоньеркеміз әдемі болып шығу үшін. Міне дайын болды. Енді біз сызғышпен, канцелярский нождың көмегімен сызықтарын үстінен басып сызып шығамыз.
қатты баспау керек, себебі қағаз жыртылып қалады. Жаймен үстіне қатты салмақ салмай ножбен сызамыз. Себебі банбанеркенің ровно қайырылып әдемі болып шығу үшін. Міне осылай қайырып дайындап аламыз. Енді ортасын лента тағуға дайындаймыз. Драколдың көмегімен кесеміз. Міне дайын болды. Енді жидкий помаданың орнына осындай помада клей қолданған дұрыс. Себебі осы керек жеріне жағып аласыз. Себебі жидкий клей жан-жағына ағып кетуі мүмкін, қағазды бүлдіреді. Осылай астын клейлеп алып жапсырамыз. Біздің банбанеркеміз дайын болып қалды. Енді лентаны қырқып, қатты ұзын болып кетуге де болмайды, себебі бабочкамыз ұзын болады бұл кезде. Өзін шағын қылып қырқып, осы банбанеркенің дракол тескен жерінен өткізіп, әдемілеп лентаны байлап шығамыз. Лентаны байлаудың түр-түрі бар. YouTube каналынан іздесеңіздер болады. Лентаны байлау десеңіздер, түрлі әсемдеп байлаудың түрлері шығады. Міне біздің банбанерке дайын. Сіздерге көп рахмет. Мені көріп тыңдағандарыңызға. Сіздерге қажетті ақпарат бердім деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Тіркеліп кеттіңіздер. Рахмет. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy?